Баршаңызға сәлем. Капустадан голубцы жасайтын боламыз. Ең алдымен ингредиенттердің барлығын турап алып, капустамызды ыстық суға салып, жақсылап 20 минут 30 минуттай қайнатып аламыз. Сыртынан видеодағыдай қабығын алып тастаймыз да, дайындап алған фаршымызбен жақсылап орап алып шығамыз. Подливын дайындаймыз. Жуа мен морковымызды майға қуырып алып, үстіне томатымызды салып, сәл ғана су құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Қалауларыңызша ішіне картоп қоссаңыздар да болады. Суымыздың ішіне тұзымызды салып, қақпағын жауып қайнағаннан кейін үстіне дайын болған голубцаларымызды бірінен соң бірін орналастырып шығатын боламыз. Шамамен 30-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Подливтің суын көп құйып қажет емес, сәл ғана голубцаның бетінен асып тұрса жеткілікті болады. Голубцаларымызды салғаннан кейін бетін